Қанның қоюлануы қандай дерттен дерек береді? Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода қанның қоюлануының негізгі себебі, емдеу жолдары және алдын алу жолдарын айтатын боламын. Алдымен каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын. Қан 90% судан және 10% қою элементтен тұрады. Қан қойылғанда осы тұрақтылық бұзылады. Қан құрамындағы клеткалар өзгеріске ұшырап, өз қызметтерін толық орындай алмайды. Көмір қышқылы мен оттегіні және басқа қоректік заттарды тасымалдау қасиеті нашарлайды. Қанда болып жататын тотығу-тотықсыздану процестері өз дәрежесінде жүрмейді. Қан құрамындағы холестериндердің үлесі көбейіп кетеді. Қанның ұйғыштық қасиеті шамадан тыс артып кетеді. Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшерінде келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қанның қойылу себептері: қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Авитаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы да себеп болады. Іш өтіп ауыру, дизентерия, сальмонеллез ауруы, улану, құсу, қанды қойылтатын тағамдарды, яғни ана шырынын, жер-жаңғақты шамадан тыс жеу, кейбір микробтардың токсиндері, ыстық көтеріліп шамадан тыс терлеу, ұзақ уақыт сұйық ішпеу, гормон түзілу процестерінің бұзылуы, кәрілік, дәрілік өсімдіктерді, яғни валерьянканы шамадан тыс көп қабылдау және тағы басқа. Қан қатты қоюланғанда эритроциттер бір-біріне жабысып, холестериннің үлесі көбейеді. Қанның ұйғыштығы шамадан асып, ұйыған қан тамырларды бітеп, тромбоэмболия, тіпті қан тамырлар жарылып, инсульт, инфаркт сияқты адамды аса қатерлі өлімге себепкер дертке шалдықтыруы мүмкін. Қанның қоюлануының белгілері: көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қан мен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия пайда болады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Аяқ-қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ-қолдардың ұюы сезіммен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағаннан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімінің туындауы. Жаны жай таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшықеттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та дем алмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауруы. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Сондықтан қан қойылмау үшін таза, яғни бұлақ артезиан суларын, газдалған хлорлы суларды емес, көбірек ішкен дұрыс. Аққайын шырыны, кәдімгі пияз, қияр, қауын, қарбыздар қанды қоюландырмай қалыпты жағдайда ұстайды. Медицинада сүліктен герудин деген ферментті бөліп алып, қаны қойылған және қанның ұйғыштығы шамадан тыс жоғары болған науқастарды емдейді. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Қанды сұйылтатын өнімдер дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал.
Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да ықпал етеді. Оның орнына майлы балық және зығыр майы, балғын көкөністер, ақ қырыққабат, брокколи мен жеміс-жидектерді, яғни құлпына, жүзім және ананасты үзбей жеңіз. Оған қоса зімбір сусынын ішу де өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақтың түрін жеуді ұмытпаңыз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді, достар. Видео сіздерге пайдалы болған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ауырмаңыздар, ем болсын. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер.